осы су бетімен жүру үшін не істеу керек? Ай, күшігім ай, су бетімен жүру мүмкін емес. Өйткені ол сұйық. Табаныңмен бассаң, батып кетесің. Бірақ су бетіне кемеге мініп шықсаң болады. Кеме? Ол не, Акетай? Кеме мұхитта немесе теңізде жүзе алатын көліктің бір түрі. Алғашқы кезде кемені ағаштан жасайтын. Оның үлкен желкені болған. Ал қазір бұл күшімен қозғалатын кемелерді қолданады. Қазір, Акетай, мен ғаламтордан кеменің суретін іздеп көрейін. Сонда осындай кемемен саяхаттауға да бола ма? Иә, күшігім, болады. Ой, қандай тамаша! Сәлем, күшік. Сәлем, досым. Неге көңіл күйің жоқ? Анашым саңырауқұлақтан сорпа жасап берейін деп еді. Бірақ ол көлдің арғы бетінде өседі. Біз жүзе алмаймыз ғой. Арғы жағаға қалай жетеміз? Дәмді сорпа іше алмайтын болдық. Алақай, таптым. Мен білемін. Иә, не ойлап таптың? Бізге кеме көмектеседі. Міне, қарағын досым. Қазір кемеге мініп, көлдің арғы бетіндегі саңырауқұлақтарды теріп қайтамыз. Қандай керемет! Ендеше ертерек барып, саңырауқұлақтарды терейік, досым. Мяу! Танысайық балалар, жаңа сөзбен бәріміз, оқуменен жазуды үйренерміз әлі біз. Алақай біз білімді, біз ақылды боламыз. Алақай біз бақытты боламыз. Саңырауқұлақтар, менікі! Мяу! Енді не істейміз, досым? Марғау досым, қане, бірге сауысқанға ән айтып берейік. Сол кезде көңілі көтеріліп, бізге себетті қайтарып береді. Жарайды. Сауысқан-ау, сауысқан, ұшып келген алыстан, апам берген күлшені шұқып тауысқан. Сені күншілдемейін, ұзын құйрық сауысқан, менде күлше берейін, дос болайық табысқан. Жарайды, бұл жолы саңырауқұлақтарыңды қайтарайын. Алақай! Енді осы саңырауқұлақтардан дәмді сорпа ішеміз. Алақай! Балалар, бүгін біз қандай көлікпен таныстық? Трактор ма? Кеме ме? Әлде ұшақ па? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Кеме.